Баршаларыңызға сәлем. Сүт қосылып жасалатын керемет осындай пирогтың рецебін ұсынамын. Қажетті ингредиенттер астында көрсетілген. Алдыменен 3 жұмыртқамызды таза ыдысқа жарып аламыз да, үстіне 1 стакан қантты қосып, миксерменен көлемі жағынан ұлғайғанша араластырамыз. Енді осы массамызға 1 стакан сүтімізді және сұйық майымызды қосып араластырамыз. Қышымызды ұнымызға қосамыз. Ұнымызды сұйық массамызға ұн өткізгіш арқылы қосамыз. Барлығын жақсылап тұрып миксермен араластырамыз. Араластырар алдында пешімізді қосып қоямыз. 180 градуста пешіміз қызып тұруы тиіс. Барлығын жақсылап тұрып араластырып, формамыздың астына пергамент қағазын төсейміз. Формамызды аламыз. Менің формамның диаметрі 26 сантиметр. Массамызды формамызға құямыз. Сосын қызып тұрған пешке саламыз. Қызып тұрған пешке мен 40 минутқа қойдым. Бұл менің пешім бойынша, бірақ ағаш таяқшамен міндетті түрде тексереміз. Міне пирогымыз дайын болды. Мен ыстық қалпында турадым. Үстіне міндетті түрде қант ұнтағын, яғни сахна пудра себіңізде, ол міндетті түрде, сонда дәмі деген керемет болады. Кішкентай кезіміздегі пирогтың дәмін еске салады. Өте дәмді, тез ас болсын. Дайындап көріңіздер.